Сәлеметсіздер ме 4-ші сыныптың оқушылары? Бүгін сіздермен математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы түсімділік. Жаңа сабағымызды бастамай тұрып, балалар әуелі каналға жазылып қойыңыздар. Және де жанындағы қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Кеттік, олай болса сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма. Есепте жауаптарын кему ретімен орналастырып сөзді оқы. Оған түсінік бер. Бізге бірінші тапсырмада есептер берген, оны орындаймыз және кему ретімен, яғни үлкен саннан кіші санға дейін орналастырамыз. Мына әріптерді рет-ретімен қоямыз. Бұл жерде ең үлкен сан мұнда 45315. Т әріпі. Екінші 42800. Сосын 37990, 28490 және ең соңғы 17845. Түсім деген сөз шықты, оқушылар. Түсім дегеніміз синонимі табыс, яғни біздің шотқа түсетін ақшаны түсім деп айтамыз. Келесі тапсырма, балалар. Түсімділіктің анықтамасын көрсетіп кеткен. Түсімділікті кішкентай М әрпімен белгілейміз. Ағылшын аудан бірлігінен жинап алынған түсімнің массасын біз түсімділік деп айтамыз. Бізге мұнда формулаларын көрсетіп қойған. Түсімділік деп атқанымыз, түсімділікті табу үшін массасын ауданына бөлеміз. Екінші формула, ауданын табу үшін массасын түсімділікке бөлеміз. Ал массасын табу үшін түсімділікті ауданына көбейтеміз. Төртінші есепке қараймыз, оқушылар. Көктемде жалпы ауданы 50 квадрат метр болатын екі гүлзарға қызғалдақтар баданасы отырғызылды. Әрбір квадрат метрге отырғызылған бадана саны бірде. Бір гүлзарда 400, ал екінші гүлзарда 600 бадана бар. Әр гүлзардың ауданы тап. Бізге есепті барлық ауданын белгілі, есебімізде 50 квадрат метр. Және бірінші гүлзар мен екінші гүлзардағы бадана саны бірде. Ауданын табамыз. Ол үшін екі гүлзардағы бадана санын қосып аламыз. Яғни 400 бен 600-ың қосындысы 1000-ға тең. Оны барлық жалпы ауданына бөлеміз. 20 шығады. Енді әр қайсысын орнына қойып тексереміз. Бірінші гүлзарда 400 бадана болса, оны 20-ға бөлеміз. Және екінші гүлзардың орнына қоямыз. Сонда жауабы, бірінші гүлзардың ауданы 20 метр, ал екінші гүлзардың ауданы 30 квадрат метрге тең. Ал жалпы ауданы 50 квадрат метр. Келесі осы есептің әсі. Бір фермер құлпынайды қарапайым тәсілмен өсірді. Сондықтан оның түсімділігі 10 кг метр квадратты құрады. Екінші фермер жаңа тәсілді қолданып әрбір квадрат метрден 3 есе артық құлпынай жинады. Егер екі фермердің әр қайсысы құлпынайды 900 квадрат метр жерге отырғызған болса, онда олардың әр қайсысы қанша түсім алды? Екінші фермер қанша құлпынай артық жинады? Ол үшін біз әр қайсысын бөліп шығамыз. Яғни бізге 900 квадрат метр белгілі. Соны бірінші фермердің жұмыс өнімділігіне және екінші фермердің, яғни жаңа тәсілді қолданған фермердің жұмысына бөлеміз. Және қайсысы артық, қайсысы кем екенін білу үшін үлкенінен кішісін азайтамыз. Сонда қарапайым тәсілмен өсірген фермер 90 құлпынай, ал жаңа тәсілді қолданған фермер 300 құлпынай өсірді. Екінші фермер 210 құлпынайды артық жинады. Жазаламыз, оқушылар. Келесі 5-ші тапсырма. Кестеге мұқият қараймыз. Белгісіз сандарды табамыз. Ол үшін белгісізді табу үшін жоғарыдағы формулаларды ескереміз. Оқушылар, олай болса, соңғы есепке қарайық. Соңғы 9-ші есеп. Екі жер теліміне қызғалдақтар баданасы отырғызылды. Бірінші жер телімі екіншісінен 30 квадрат метрге артық. Сондықтан оған 10160 бадана, ал екіншісіне 6350 бадана отырғызылды. Егер әр квадрат метрге отырғызылған бадана саны бірдей болса, онда әр жер телімінің ауданы қанша? Біз ол үшін, балалар, бірінші баданадан екінші бадананы азайтамыз, яғни арасындағы айырмашылықты білуіміз керек.
Шыққан санды 30-ға бөліп, жеке-жеке тексеріп шығамыз. Сонда бірінші жер телімінің ауданы 80 метр болса, екіншісінің ауданы 50 метр. Демек, есеп дұрыс балар. Арасы 30 квадрат метрге айырмашылық бар. Сабағымыз түсінікті болған болса, балалар, сау болыңыздар.